Баршаңызға сәлем, сіздермен аспаз келін. Бүгін осындай қазіргі хит болып жатқан қарақалпақ ұлтының ходжелі мантысын дайындаймыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Ең алдыменен қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін бір жұмыртқамызды салып, және де бір шай қасық тұзымызды салып, және де су құйып жақсылап араластырып аламыз. Мөлшерлерін описаниеге де тастап кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Содан соң ұнымызды салып, қатты емес, жұмсақ та емес қамыр илеп аламыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан мен 500-600 грамм шамасында жазып кеттім. Менде 550 грамм ұн кетті. Мінекей, енді осылай 5 минутқа тындырып пакетке салып қоямыз. Содан соң осылай мен бөліктерге бөліп алдым. Мен кішкене бөліктерге бөлдім, жаюға ыңғайлы болу үшін. Енді осылай салмасын дайындап аламыз. Майлы фаршымызға жуа және тұз бұрыштарын салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздің фаршыңыз майсыз болса, 3-4 қасық сұйық май құйып жіберсеңіздер болады. Менде майлы болғандықтан құймадым. Енді қамырымызды жайып аламыз. Ең алдыменен осылай қолымыздың көмегіменен дөңгелектеп аламыз, үстін басып, содан соң қамырымызды жаюға көшеміз. Өте жұқа қылып қамыр жаямыз. Біздің қамырымыз өте эластичный, жазуға, жаюға өте ыңғайлы болды. Енді осылай үлкен қылып жайып аламыз, жұқа қылып. Негізі менің каналымда қамыр жаюдың қыр-сырлары бар. Езілмейтін, жыртылмайтын қамырды қалай илеп, қалай жаю туралы видео бар. Оны видеоның соңында қалдыратын боламын. Мінекей, енді осылай бөліктерге бөліп аламыз. Біздің мантымыздың ерекшелігі осындай үлкен бөліктерге бөлуімізде. Мінекей, 20 сантиметрде қылып бөліп аламыз, және де біздің салмамызды салған кезде осылай жайып саламыз. Осындай бағытта болады біздің мантымыз. Қараңыздар, үлкен осындай болып шығады. Негізі бұлдан да үлкен болады. Мен орташа бағытта жасадым. Неке, қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Сіздерде жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда алғашқы рет болып жатсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін. Енді мінекей осылай полкамызды майлап аламыз, және де біздің мантымызды тізіп шығамыз. Негізі осылай үсті майлап, бір-бірінің үстіне жинай берсеңіздер де болады. Қазір көрсетемін. Дәл осылай айналдырып, бір-бірінің үстіне жинасаңыздар да болады. Көп манты кетеді сонда бір полкаға. Ешқандай жабыспайды, өте дара-дара болып шығады. Піскен кезде қорықпаңыздар, осылай майлап, бір-бірінің үстіне жинасаңыздар. Шекі де болып қалмайды, өйткені біздің қамырларымыз өте жұқа. Мінекей, енді осылай жинап алдық. Және 45 минутта пісіріп аламыз. Енді бетіне помадкасын дайындаймыз. Мен бір ас қасық сұйық майға қызыл бұрыш араластырдым. Сіздер өздеріңіз қызыл бұрыш ұнатпайтын болсаңыздар, паприка араластырсаңыздар да болады. Менде қызыл бұрыш қатты ащы емес, сондықтан қызыл бұрыш пайдаландым. Мінекей, осылай бетіне жағып шығамыз, өте дәмді болып шығады. Немесе жаңағыдай бетіне подлива дайындап та жасасаңыздар болады.